Жазушы Әзілхан Нұршайықовтың естелігінен. Өмірімде екі қызға ғашық болып көріппін. Екеуіне де өлердей ғашық болдым десем болады. Біріншісі Орынкеш деген қыз болса, екіншісі Халима еді. Халимаға ғашық болуым былай басталды. Алматыдан Семейге келіп, оқуға орналасқаннан кейін ғашық қызымды іздеп номер 11 орта мектептің интернатына бірнеше рет бардым. Бір күні интернат есігінің алдына шашын қиған үкі көз аққұба қызға кездесіп қалдым. Тоқтатып, Орынкешті сұрадым. Білемін, бірге оқитын құрбым, жатақханада бір бөлмеде тұрамыз деді. Сол қызды шақырып бере аласың ба? Жарайды, күте тұрыңыз, деді аққұба қыз. Әлден уақытта ол қайта шықты, аяғын әрең басып қасыма келді. Келеме, дедім мен дегбірсізденіп. Жоқ, келмейді. Неге? Білмеймін, менен күдеріссін, енді ешқашан мені іздеп келмесін деді. Бұл сөздерді ол үзіп-үзіп қинала тұрып айтты. Мен жылап жібердім. Баламын ғой, менің көз жасымды көріп әлгі қыз қосыла жылады. Сен неге жылайсың, дедім мен, жеңіммен көзімді сүрткілеп. Саған жаным ашып кетті, деді ол алақанымен бетін сүртіп. Атың кім? Халима. Қыздар Катя деп атайды, деді ол. Катя қызға рахмет айтып, педучилищеге қайттым. Орынкештен айырылып қалғаныма өлердей өкіндім. Жылай бергім келді. Не жазығым бар еді деп көп ойландым. Осындай ұзақ ойлардан кейін менімен қосыла жылаған бейтаныс аққұба қыз көз алдыма елестей берді. Әсіресе көзінен моншақтаған жасы, сүртіп жатқан көзі көкейімнен кетпейтін болды. Кейін ол қызбен Семейдің Гоголь атындағы қалалық кітапханасында кездесіп жүрдім. Кездескен сайын Орынкеш қалай деп сұраймын. Жақсы, оқуы бәрі ойдағыдай, дейді ол. Одан Орынкешке арналып өлеңмен жазылған 2-3 хат беріп жібердім. Жауап болмады. Сөйтіп, Орынкештен күдерімді үздім. Енді Халимаға ғашық болдым. Бірақ оған ғашық екенімді білдіргенім жоқ. Өте тату дос болып жүрдік. Бергі жағым дос, ал арғы жағым ғашық. Ол менің түпкі ойымды сезе ме, сезбей ме, білмеймін. Тіс жарып айтпайды. Бірақ маған деген достық қамқорлығында қапы жоқ болатын. Ылғи жанашырлық жасап жүретін. Өзара достық хаттарда жазысатынбыз. Осылай 3 жылды оқумен өткіздік. Одан кейін 4 жыл соғыс болды. Екеуміз де әскерде жүрдік. Үзбей хат жазысып тұрдық. Енді ғашықтық жайлы ашық айтылды. Ол да сезеді екен. Амандық болса, соғыс біткеннен кейін қосыламыз деп уәделестік. Халима екеуміздің қосылуымызға себепкер болған Орынкешке үнемі алғысымызды айтатын едік. Орынкеш пен Халима екеуі жақсы дос болатын. Интернатта бірге өсті, 10 жылдықты бірге бітірді. Соғысқа да бірге барып, бір батальонда радистка болды. Сонда Орынкеш Халимаға ылғи мені мақтайды екен. Сен ойыңда, бойыңда таза қызсың. Соған қосыл деп үнемі айтып жүріпті. Жоқ, сен қосыл. Екеуіңнің бала күндерден уәделерің бар. Уәдеңді бұзба деп Халима оны үгіттейтін болса керек. Ал Орынкеш оған өзінің маған неге қосыла алмайтын себебін айтпайды. Халима екеуміздің бір-бірімізді тапқанымызға Орынкеш себеп болды. Егер ол болмаса, біз бір-бірімізді білмес едік. Орынкеш екеуміздің арамыздағы бала махаббат, Халима екеуміздің арамыздағы мәңгілік махаббатқа жол ашты.